Баршаңызға сәлем достар. Видеоны көрмес бұрын тез біздің каналға тіркеліп лайк басып жіберіңдер достар. Сендерден қолдау күтемін. Ал бүгінгі видеода біз қарасаңыздар осындай үлкен Брукхейвендегі ең богаты, ең мықты 2 этажды үйге обзор түсіретін болған. Бұл үйді мен өзімнің маңдай терімен салдым. Қаншама ақша, қаншама қаражат кетті деп айтсам да болады. Ал кеттік, бисмиллах деп кіретін боламыз достар. Ал бәсе осындай жолмен кіріледі, Чё за ужас. Достар, қарасаңдар, міне, осы жаққа қарап кіреміз, мына жерден абайлайсыңдар ғой, төменге қарап түсетін этаж, андай цокольный этаж деген болады ғой. Вот, цокольный этажға кіреміз. Цокольный этажда, мына жерде мен өзімнің жаңағыдай программаларын осы жерде видео түсірем, Robloxта видео түсіретін боламын, осының барлығын осы жерде жұмыс жасайтын боламын, мына жерде тоже отправкалар жасайтын боламын. Так, мына жақта да менде программа, енді мен программистпін ғой енді достар. Міне осындай цокольный этажым менде. Ал енді келесі кезекте кәдімгі өзіміздің үйімізге дальше жаңағыдай обзор жасайтын боламыз. Міне қарасаңыздар, мына жақта да тоже менде барлық жерде камера. Мына жердің барлығында камера тұр. Міне қарасаңыздар, осы жерде кім келді, кім кетті барлығын. Опа, чё за звука? Атыс болып жатыр ма не? Шабыс болып жатыр ма не? Қойш. Кәні көрекші жай терезеден. Жа гаилер жүреді, ана жерде гаи қызметкерлері, солар полициялар жүреді ше. Ну, допустим, кеттік ал. Достар, біздің үйіміз міне осындай. Ой. Мына жерге қарап, оппа деп осылай төменге қарап көтерілесің. Ал мына жерде мынаны басатын болсаң, егер жоғарға сен бізді көтеретін болады. Міне қарасаңыздар, мен 3-ші этажға көтерілдім, достар. Күшті ма? Маған өзіме ұнап жатыр. Не болып жатыр далада? Атыс болып жатыр ма? Кәні көрекші. Ешкім жоқ сияқты, вроде. Ну, нормально. Менікі бірақ бүкіл жерде камера еще сыртың барлығында кәдімгідей защита қойып қойған. Үйге ше менің үйіме ешкім кіре алмайды. Көрекші, 3-ші этажда тұрмын. Менде осындай 3 этажды үй. Міне ана жерде қарасаңыздар, так бір атыс шабыс ұрлық құсырлық болып жатқан сияқты. Достар, біз ондайға мән бермейміз, өйткені біз ондай нәрсемен айналыспаймыз. Қарасаңыздар, міне осы жерде мен өзімнің достарыммен кофе ішіп бүйтіп отырамын да. Достарыммен әңгімесінде жерде міне қарасаңыздар, панорамный вид, даладан барлығы осылай көрінетін болады. Панорамный вид, осы жерде адамдар не істеп жатыр деп қойып, кофемді ішіп, завтрагымды ішіп тұратын боламын, достар. Ал енді кезек-кезек мынау менің кухням. Қарасаңыздар, ішінде холодильникті ашып көрсетейін. Ну, база барлығында бәрі сүт, пицца бар, кола бар, допустим, шоколад бар, достар. Міне осындай қарын ашса, осы жерге келіп, барлығын жеп алатын боламын, достар. Ойбай, нағыз кім ол тағы? Мен жағаны защита істеп қойдым. Сен кімсің? Девушка! Не? Қақтан кіріп келдің сен? Мен үйімен не істеп жүрсің сен? Блин, мен ес құлтамаған ба сонда? Шық үйімнен тез бол. Неге шығады екен? Өзің шық, есігің ашық тұр ғой, мен бұл үйді сатып аламын. Мә саған. Жоқ, керек емес маған вообще бұл затың. Тезер шық менің үйімнен. Ужас, қазіргі адамдар ше ұялмайды, біреудің үйіне рұқсатсыз қалай кіреді, достар, все, мен түсінді-ау үйіне кетіп жатыр, қарасаңдар. Ал достар, енді мына жерде дальше мен өзімнің жандай рум-турымда көрсетіп жатырмын. Қарасаңыздар, мына жерде менің видео, то есть телевизор көретін, демалатын орным. Осы жерге жатып, мына жерде жастықтарымен жатып, осы жерде Roblox көретін боламын. Адеканың мына каналын, осы жерде ежік Roblox деген каналда менің каналыма тез тіркеліп жүріңдер, достар. Тез тіркеліп лайк басып жерінде, достар. Сендерден қолдау күтемін. Ну, сендер үшін видео түсіріп жатырмын, достар. Қызықты болып жатыр ма? Қызықты болса, міндетті түрде комментарий жазып жеріңдер. Мына жерде менің душевая ванным, мына жерде уборный, мына жерде туалет бар, мына жерге өйстіп отырасың дейсің да, ұялып қаласың да, өйстіп сүйіп аласың. Енді айтқан кезде енді ұят болса дейін, мына жерде душабовой, мына жерде деп шомылып аласың деп деп өйстіп шомылып аласың. Енді мына жерде, міне бұл жер көрсетіп қойдым, мына жерде менің ұйықтайтын бөлмем. Осы жерде жатып, мына жер панорамный вид қой, достар. Қарасаңдар, тема ғой мынау. Мына жерде кітаптарым бар екен. Кішігірім. И дальше, так,
мына жақта мынау не жоғары қарап көтеретін ғой, ал анау төменде жоқ екен. Короче, менде цокольный этаж, бірінші нулевой этаж бар ғой, нулевой этажға осылай шығып кеттім. Ал мына жақта бірінші этаж менде, и дальше уже екінші этаж, үшінші этаж, үш этажда менің үйім, достар. Короче, мен үстемді шығамыз да. Короче, мына жерде құлттап қоятын боламыз. А то бағанағыдай біреулер кіріп кететін болады. Еще мына жерде Бургхевенде қазір атыс көп болып жатыр ше, поэтому үйді мына жердің бәріне камера қойып қойған, достар. Мен дегенше аңғарсаңдаршы, девушка әлі жүр ғой, бағана қуып жіберіп едім мен ше. Полиция ма? Посмотри в добавки свои. Мә, саған не істеп жүр мынау, бір нәрсе болып жатыр біздің қаламызда ше. Саламатсыз ба? Не істеп жүрсіз? Сәлеметсіз бе? Біз бір кісіні іздеп жүрміз. Ойбай, кімді іздеп жүрсіздер? Менің үй жағымда не істеп жүрсіздер? Тоба. Мен ешкімді танымаймын, ешкімді көрген де жоқпын, көрмедім де. Мені ешнәрсе сұрамаңыздар деп қашып кетесің ғой. Короче, достар. Қой кеттім мен. Өзімнің үйіме кетіп, есікті ашасыңдар. Короче, естіп ше міне. Естіп ашасыңдар, достар. Кіресіңдер да. И сразу жауып қоясыңдар, құлыптап, зато ешкім кірмейтін болады. Достар, менің каналыма тез тіркеліп қойыңдар, жарай ма? И және де лайк басуды ұмытып кетпеңдер. Мен сендерге күшті видеолар түсіретін боламын, достар. Ұнап жатыр ма видеоларым? Ұнап жатса, міндетті түрде лайк басып қойыңдар. Всем пока!